Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен осындай жаңа жылдық бента тортты әсемдейтін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Салқын кілегейімізді миксердің төмен жылдамдығында миксерлейміз. Осылай көпіршік пайда бола бастаған кезде үстіне қант ұнтағын саламыз. Кілегейді миксерлеген кезде узкий биік ыдыста миксерлеген өте тез болады, креміңіз тез дайын болады. Осылай қант ұнтағын салып болғаннан кейін әрі қарай миксерлейміз. Менде мына ыдыс кішкентай болып қалды, как всегда мен көлемін есептемей қалдым, сондықтан үлкен ыдысқа ауыстырып жатырмын. Сіздер міндетті түрде үлкендеу ыдысқа жасаңыздар, узкий болғаны жақсы. Бірақ міне осындай крем қою болған кезде осылай біздің креміміз дайын болды. Байқаңыздар, көп взбивать етіп ірітіп алмаңыздар кілегейді. Одан соң дайын болған кремімізді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Осы крем сізге 2 бенто торттың жаңағы жинауға және сыртын әсемдеуге жетеді. Енді бізге бояу қажет. Бояу үшін осылай бөлек кремімізді салып алып, бояғыш затымызды қосып, араластырып аламыз. Мұнда сіздер қою бояғышты да, гелевой бояғышты да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Бояғышымыз дайын болды, жасыл түсті. Енді мынау черновой вариантты менде бенто торттың жиналған, бағанағы крем қолданылған. Осылай енді жан-жағына қалғанын жағып шығамыз. Оны шпательмен әдемілеп тегістейміз. Осылай барлық жегі бірдей тегіс болу үшін айналдыра жаңағы мен секілді жағып шығыңыздар кондитерский мешокпен. Одан соң шпательді айналдырмалы үстелге міндетті түрде 90 градуста қойып, осылай айналдырасыздар. Және бетін әдемілеп сәндейміз. Бенто тортты білесіздер, идеальный тегіс болуды міндетті емес. Сондықтан мен осындай, менде әлі мастерство жетпейді онда идеальный тегіс қылуға, сондықтан мен осылай әдейі тегіс емес қылып жасадым жан-жағын, және бетін осылайынан мүмкіндігімше өзімнің тегістегендей болдым. Осының өзі қазір өте әдемі болып шығады. Енді бағанағы дайындаған жасыл түсті кремімізбен елканың суретін саламыз. Бұл крем, бағана дайындаған креміміз біздің целый бір тортқа да жетеді. Егер сіз бенто торт емес, үйіңізге бір торт жасаймын десеңіз, оған да болады. Мен қазір астында ссылкасын қалдырып кетемін. Бисквитті қалай жасайтын, сол бисквитпен торт жасап, осы кремді пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай сәндесеңіздер болады. Қалауларыңызша әсемдей беріңіздер. Бенто торт жасаймын, қонаққа алып барамын десеңіздер, осындай идея бар деп көрсеткім келді сіздерге. Осылайынан әдемілеп сәндеп, елканың орнына қоянның суретін салсаңыздар болады. Мен просто ондай қатты суретші емеспін, сондықтан менде осындай бенто торт шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын жаңа жылдарыңызбен.